Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы. Бүгін сіздерге бризоль тағамының рецебін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көруіңізді сұраймын. Ең алдымен пиязымызды тазалап жуып, бөліктерге бөліп, блендермен өте ұсақ болғанынша, яғни пюре секілді болғанға дейін майдалаймыз. Дайын болған пиязымызды фаршымыздың үстіне саламыз. Татымына қарай қара бұрыш, тұз қосамыз, және мен паприка қостым. Паприканы қоспай қойсаңыз да болады, немесе өзіңіз ұнататын дәмдеуішіңізді қосуға болады. Біркелкі болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған фаршымызды осындай шағындау домалақтарға бөліп шығамыз. Енді осы фарштарды жеке-жеке алып, пищевой пленканың ортасына салып, видеода көрсетілгендей етіп шұқалап, жайып шығамыз. Одан кейін бөлек шұңғылдау ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, үстіне тұз қосып араластырамыз. Және қалғанын барлығын видеода көрсетілгендей етіп мұқият жасаңыздар. Мен бризольді пюремен ұсындым, ал сіз өзіңіз қалаған гарниріңізбен ұсынсаңыз болады. Егер видео ұнаған болса, каналымды қолдай кетіңіз, лайк, комментарий қалдыра кетіңіз.